Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамырына қант қосылмайтын сүзбелі көбелек печеньесін жылдам әрі қолжетімді заттан тұратын өте дәмді тәтті печенье жасайтын боламын. Видеоны өткізіп алмай соңына дейін көріңіздер. Құрамына қаймақ, жұмыртқа, қамыр қопсытқыш ұн және сары май қажет болады. Ал салмасына сүзбе, қант, жұмыртқа және кукуруз крахмалы. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бөлме температурасында осындай жұмсақ сары майымыздың үстіне 2 жұмыртқаның сарысын және бүтін біреуін салып, үстіне қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, жаймендеп қамыр илейтін боламыз. Сұйық массамызға жаймендеп ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды бірден салмай 3 бөлікке бөліп саламыз. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Осыны енді бөлме температурасын 20 минутқа қалдырамыз. Оға дейін салмасын дайындаймыз. Сүзбеміздің үстіне қантымызды, кукуруз крахмалын және жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз, немесе шанышқының көмегімен ессеңіздер де болады. Ал енді біздің қамырымыз дайын болды, 20 минут демалды. Енді оны 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Құрметті көрермендер, қазақ тілді арнаның көбеюіне өз үлестеріңізді қосу мақсатында маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды жұқа етіп жайып болдық. Одан кейін оны жайып болғаннан кейін 2-3 минутқа қалдырып барып, домалақ пішінге келтіріп кесетін боламыз. Арасына салмамызды салып шығамыз. Енді біз көбелек пішінге келтіріп, қамырларымызды түйіп шығатын боламыз. Түйу барысын видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығатын боламыз. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің өте дәмді көбелек печеньелеріміз дайын болды. Ыстық күйінше қант ұнтағына аунатып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де менің арнамда басқа да видеоларды көріп шықсаңыз болады. Сүзбелі пирогтардың, жабыспай шығатын құймақтың өте дәмді болатын ұйғыр самсаларының рецептімен бөліскен болатынмын. Поиске Асем Кани деп жазып, менің арнамнан көре аласыздар. Сіздермен болған Асем.